енемен келіспей бір-бірімізге ренжіп жылап алған кездерде болған. Сол кінә ма, разылығын алу міндет пе дейді. Әлбетте, үлкен кісі ғой. Таспен атқанға аспен ат деген бір қағида бар. Ол кісінің жасына жетеміз бе, жетпейсің бе жаным? Үлкенді құрметтегеннен ешкім жаман болмайды жаным. Оныкі дұрыс болмай қойсын. Соны дәлелдегеннен не шығады? Ол сенің жарыңның, Құдай қосқан жарыңның анасы, сенің енең, бір шақырағатта тұратын елміз біз. Бір үйде тұрасың жаным. Сол кісіге шай қайнатасың, соның баласын қойнына құшақтап жатсың. Сондықтан соның бір еркелігін, бір ашуын көтеріп қойсаң, ода тұрған не бар? Ертең сен де қартаясың, сен одан да хуже болатын шығарсың. Сен де балаңды жақсы көресің, ол да баланы жақсы көреді. Енді бір кешіріп, ортаққа келсе, мәмілеге келгенде тұрған не бар, айтшы? Тұрып алып, тістеніп, ондай емес деп, не обед табасың? Не обед табасың? Ертең сенің қызың да сондай болады, ұлың да сондай болады. Сонда не болады, айтшы? Сол айналып келмейді деп ойлайсың, айналып келеді ғой. Одан кейін оның енеңді басқаның, күйеуіңді басқаның, күйеуіңнің чумо қылғаның, күйеуіңнің абыройын аяққа таптағаның, еркектің үнжұрғанын түсіріп, бейшара қылғаның болады. Сонымен бақытты болам деп жатсың ба, қолын жетектеп алып кетіп бақытты бола алмайсың. Өйткені шариғат бұйырады, ата-ананың ризалығын бұйырады. Ол естіген сайын уағыз, естіген сайын есі дұрыс имам, есі дұрыс дін адамы, мұсылман адам, ата-анаңды сыйла, ата-анаңның ризалығын ал деген бұйрық үйретеді. Сонда ол сені естіген сайын жек көре береді. Мені ата-анамнан бөліп шығарды, менің ата-анамды аяққа таптады деген кезде соны естіген сайын ол саған жиіркеніш пайда болады. Сені қанша жек көрсе, жақсы көрсе, сонша жек көруі күшейе береді. Іштей жек көре береді. Бетіңнен сүйіп былай қарай түкіріп тастайды. Қорқатын шығар, байдың қызы шығарсың сен, мүмкін депутаттың қызы шығарсың. Папаңнан қорқады, сені қайнатаң крутой. Ол қайнатасынан қорқады бейшара. Оған машина сыйлаған, үй берген, сол сүмірейіп жүр ол бейшара бір күн үшін. Бірақ бәрібір сені жек көреді. Құсқысы келеді сенен. Неге? Сен оның ата-анасын, анасын солай қорладың бота. Сондықтан ертең алдыңа келеді сол нәрсе. Сол үшін ботам, олай жасама. Кешірімді бол. Жақсылық жаса жан. Онандай интернетте сөйлегендер далбаслайды. Оказывается, я не обязана қарауға. Дұрыс, не обязана. Ол да бір қатынмен қалуға не обязана. Ол да 4 әйел алады. Сол отырасыңдар ма? Я это обязана, я не это обязана, я это обязана. Онда қылатын болсаң өмір болмайды. Санасы бесептесіп дос болмайды адам жан. Құрметтеңіздер.